Бүгін жексенбі, ал жексенбі күні бізде спорттық іс-шара. Дыбысты қарасаңшы, дыбыс. Саптың дыбысын кім сағынды? Аяқты шотпен алып жүгірудің өзі де бір өнер ғой. Бізде әр жексенбі күні курсанттар 5 шақырымға жүгіру, 10 шақырымға жүгіру және 5 шақырым, 10 шақырымға жедел шеру жаттығуларды әсіресе қыстың күні біз жаттығуларды орындаймыз. Бұл дегеніміз шыдамдылық пен төзімділікті дамытады. Жүгіру жаттығуларды орындауға өте жақсы өз пайдасын, әсерін береді. Ал мына рота жеке құрамы қатыса ма? Рота командирі бірге жүгіре ме? Рота командирлері әрқашан бірге жүгіреді, болмаса өздері ұйымдастыруға, бақылауға. Сіз айтқанда әр командир ұйымдастыра білу керек, Әр командир ұйымдастыра білу керек. Дене дайындығын Өткізу білу керек. Енді басталды жүгіру. 5 шақырымды аяқтаған бірінші курсанттары. Ал саптың соңында рота командирі. Бүгін қанша километр жүгірдіңіздер? 5 километр. Жігіттердің қалай? Шабысы жақсы ма? Шабысы жақсы. Дене қызды. Дене қызды. Енді рота үй жайына барасыздар, Енді қазір разминка, одан рота үй жайына.